Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Индира. Бүгін сіздермен қысқа өте дәмді шиеден компот жасайтын боламыз. Грамдарын описание бөлімінде жазып қоямын. Ең алдымен осындай шие қажет болады. Менде өзіміздің огородтікі. Оны жақсылап салқын суға салып, жуып, тазалап алатын боламыз. Артық шөптерін алып тастаймыз, яғни осылай жақсылап тазалап жуып шығамыз 2-3 рет. Мінекей толықтай тазалап болдым, және де оның жанына өрік пен алманы да қосып, араластырып жабатын боламын. Сол кезде дәмі өте керемет болып шығады. Өріктерді тазалап аламыз, яғни жуып тазаланған өрікті 4 бөлікке бөлеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шамамен 4-5 дана өрік бір банкаға жарайтын болады. Онан соң осылай табиғи таза алмамызды алып, оны да тазалап, жұқалап, кесіп дайындайтын боламыз. Мінекей 4 бөлігінде тазалап алдым. Енді оны осылай видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Барлығын осылай дайындап шығамыз. Мінекей толықтай дайын. Енді ыдысымызды, яғни банкамызды жуып, тазалап алған болуымыз қажет, және де үстінен ыстық су құямыз. Бұл жерде менде кіші көлемдегі банкалар ол вареньеге, ал 2 литр және 3 литр көлемдегі банкаларды осы компотқа пайдаланатын боламын. Ыстық суымызды құйып, 10 минутқа қалдырамыз. Онан соң ыстық суымызды төгеміз. Мінекей осыларды қазір компотқа пайдаланамыз. Міне ең соңғысы, яғни осы вишнямызды 250-300 грамм шамасында саламыз 2 литрға. Онан соң оның үстіне осы өрігімізді және де алмамызды салатын боламыз. Өз қалауыңыз бойынша 3 литрге жасасаңыздар да өте керемет болып шығады. Енді оның үстінен қант саламыз. Қантты мен мінекей көріп тұрғандарыңыздай қасықпен өлшеп салсаңыздар да болады. Бұл жерде 8 қасық, ас қасық көлеміндегі осылай қантымызды саламыз. Немесе грамдап өлшеу ыңғайлы болса, осылай шекерді, яғни 150 грамм 2 литрге қосып салсаңыз өте керемет, қатты тәтті де болмай, күшті болып дайын болатын болады. Оны жақсылап араластырып жібереміз. Енді 3 литрге де көрсетейін. Бұл жерде жемістерді әрі қарай көптеу саласыз, және де осы қантымызды 250 грамм немесе 14-15 ас қасық көлемінде салатын боласыз. Мінекей онда жақсылап араластырамыз. Енді суымыз дайын тұру қажет, яғни менде осындай бір кастрөлді дайындап, қайнатып қойдым. Банкамызда дайын. Енді ыстық суымызды құя береміз үстінен. Толықтай жеткізіп, қайнап тұрған суды құю міндетті. Мінекей бірден крышкаларын жабамыз, және де барлығына осылай құйып алатын боламыз. Енді жабатын кезінде осылай ыңғайлы етіп жерге қоямыз ыдысымызды. Онан соң осы закрывашка, яғни жабатын құрылғымызбен жақсылап айналдырып жауып аламыз. Менде шамамен 7-8 рет айналдырылатын болса, жабылып қалады. Бірақ онда да кері айналдырып, тағы да 2-3 рет айналдырып жабып алатын боламын. Барлығы бір тегіс, жақсы жабылуы міндетті. Өйткені арасына ауа кірмеуі қажет. Мінекей жақсылап айналдырып жабып алдым. Енді оны тексереміз. Тексерген кезінде жақсылап жан-жағын қараймыз, су ақпауы керек, және де қақпағымыз бір тегіс болып жабылып тұру қажет.
және оны жақсылап араластырып шекері еру қажет. Мінекей тағы да екіншісін жабып жатырмын. Бұл өте оңай процесс негізі. Қорқуды қажет етпейді. Жақсылап жабып аламыз. Мінекей тағы да жақсылап араластырамыз, яғни көріп тұрғандарыңыздай тексереміз бұл жерде. Және де осы қантымыз толықтай еру қажет әр араластырған сайын. Қанты толықтай ерігені міндетті түрде. Мінекей барлығын жабып болдым, барлығын араластырып отырдым. Қанты толықтай еріді менде. Енді оларды орайтын боламыз. Мінекей көрсетіп жатырмын. Енді осылай жылы жерге, яғни көрпеге немесе осылай ыңғайлы матамызға орап бір күнге қалдырамыз. Бір күн өткен соң мінекей түсі кіріп өте әдемі болып тұр. Енді оны өзіңіздің қоймаңызға сақтай берсеңіздер болады. Салқын жерге. Мінекей күшті болып дайын тұр. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Маратова Индира. Басқа да видео рецептерді менің каналымнан көре аласыздар.